Қауіпсіздік ережесі дегеніміз не? Білеміз бе? Қауіпсіздік ережесін сақтау арқылы денсаулығымызға зиян келтірмейміз. Әрине, әр сабақ барысында қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Қазір сіздер компьютер алдында отырғандықтан барынша қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Солай емес пе? Бұл сіздерге түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз тақырыбына көшейік. Футбол ойындағы қауіпсіздік ережесі. Ойын барысында допты қолмен ұстауға, ойын барысында даурығып айқайлауға, төрешінің ескертпесін тыңдамауға, қарсыласты аяқтан шалып, итермелеуге болмайды. Қатаң тыйым салынады. Қандай жағдай болмасын, қақпашыға тиісуге болмайды. Бұл видеода көріп отырғаныңыздай тыйым салынған нәрселер, яғни футбол ойын кезінде жасауға болмайтын іс-әрекеттер. Қосымша ақпаратты, яғни футбол ойынында қауіпсіздік ережесі туралы көрсетілген сілтеме арқылы толықтай ақпарат ала аласыздар. Футбол ойыны кезінде ең бастысы өз денсаулығымызға және қарсыласымыздың денсаулығына зиян келтірмеу. Бұл үшін не істеуіміз керек? Оқу жаттығуын бастамастан бұрын алаңда бөгде нәрселердің болмауын, қоқыс қалдықтары, әйнек сынықтары, металл қалдықтары және зақым келтіретін ұсақ тастардың болмауын қарауымыз керек. Ойын алдында және жаттығу алдында денемізді қыздырып аламыз. Шынықпаған бұлшықеттер бірден зақымдануға дайын тұрады. Бірден допқа жүгіріп денсаулығымызға зиян келтіргеннен бұлшықеттерді қыздырып барып жаттыққанымыз дұрыс, әрі жылдам қимылдайтын боламыз. Денемізге зақым келтірмей құлауды үйренгеніміз дұрыс. Әңгіме айып добын соғу немесе әдемі құлауда емес. Кезде денемізге зақым келтірмеу, сондықтан бірнеше қарапайым әдістерді қайталап үйренгеніміз жөн. Сондықтан ойын барысында сіз құлап бара жатқан жағдайда қолыңызды қалай қоюыңыз керек, басыңызды қалай қарай бұруыңыз керек, аяқтарыңызды ше, ойланып тұратын сізде уақытыңызда, мүмкіндігіңізде болмайды. Егер көп жаттықсаңыз, денеңіз құлау кезінде шартты түрде соған үйреніп, денсаулығымызға қатты зақым келуден сақтайды. Бұл жаттығуларды орындамасаңыз, немесе үйреніп алмасаңыз, ойын барысында құлап қалам ба деген қорқынышыңыз басым болады. Және оқыс құлап, дене жарақатын алуыңыз әбден мүмкін. Бұл жаттығулар арқылы ойын кезінде құлауға деген қорқынышыңызды жоясыз және қақпашыға өте қажет жаттығулар. Бұл жаттығулар жалғыз қақпашыға ғана емес, басқа да ойыншыларға да қажет жаттығулар. Бұл жаттығуын алға қарай домалау жаттығуларынан бастаған жөн. Алдымен отырып, кейіннен тұрып алға қарай домалау керек. Алға құлау, түзу тіке тұрасыз, аяғымыз сәл бүгулі, қолдарымыз алға қарай созылған,
сәл өзімізге қарай бүгіледі. Құлау барысында еш қорқынышсыз денемізді бос ұстаймыз. Құламастан бұрын кеудемізге және қолымызға көбірек күш саламыз. Және басымызды сол иығымызға немесе оң иығымызға қоямыз. Бұл бетімізді жерге соғудан сақтайды. Бұл жаттығуды орындаған кезде қолымызды түзу алға тіке созбаймыз. Себебі бұл буындарымызға зиян келтіреді. Алғашында тізерлеп тұрып, құлап жаттығуын үйренеміз. Одан кейін бұл әдісті қиындатып, секіріп құлауға көшеміз. Бүйірге қарай құлау әдісі бұл қарапайым. Алдымен жерге тіземіздің қапталы, жамбас қапталы, сосын бүйіріміз иық, соңынан қолымыз жерге тиеді. Бұл жаттығуды орындау барысында қатты зақым алып қалуымыз мүмкін. Сондықтан барынша сақтық шараларын қолданамыз. Арқаға құлау деп аталғанымен ешкім толықтай арқамен құламайды, тек қана жеңіл жауырынға құлайды. Құлау барысында кеудемізге көбірек күш саламыз, басымызды көтеріп қаламыз, себебі желкемізге зақым келуі мүмкін. Ал қолдарымызды екі жаққа ашық тастаймыз. Артқа қарай құлаудағы тағы бір тиімді әдіс жылдам алға қарау. Мысық тәрізді қолдарымызбен жерде тіреу. Құлаған соң